Сәлем достар, бұл тең тіршілік подкасты. Бүгін бізде қонақта Альбина. Көтеретін тақырыптарымыз мынадай: зообелсенділік, зоошиза десем. Сосын, жалпы Қазақстандағы жануарлардың жағдайы қалай болып жатыр? Бәріңізге сәлем. Бұл тең тіршілік подкасты. Сіздерді көруге қуаныштымын. Бүгінгі біздің қонағымыз Альбина. Альбинаны кішкене таныстырып өтсек, ол жануарларды құтқаратын белсендісі, көбінесе мысықтар және бір итті құтқарған. Альбина өз туралы көбірек айтатын шығар. Менің есімім Альбина. Мен жалпы Атырау қаласынанмын, бірақ Алматыда тұрамын. Жалпы сен айтып кеткендей, рахмет осы таныстыруыңа, бірақ мен өзімді құтқарушымын деп айта алмаймын. Себебі бұл сөз мен үшін ондай жақын емес. Спасать дейді ғой, біртүрлі естіледі. Спасатель емеспін, мен жай өзімнің қолымнан келгенше көмектесіп жүрген адаммын жануарларға. Менің тәжірибемде мысықтарға көбірек көмектестім. Себебі менде жалпы кішкентай кезімнен бері мысықтармен бірге өскен адаммын. Сол үшін мысықтар туралы көбірек білемін деп айта аламын. Және бір жылдай бұрын итке көмектестім. Солай қазір мен бір итпен бірге өмір сүріп жатырмын. Сол. Мысықтарға жалпы бірнеше рет болды, бірақ үйге асырап алғаным ол бір рет болды. 3 кішкентай марғауды біз тауып алғанбыз даладан. Сосын бізде ол кезде уже 2 мысық болды үйде. Ол біздің өзіміздің бірге тұратын мысығымыз. Тағы да 3 мысықты біз передержка деп айтады ғой орысша, яғни үйге уақытша асырап алдық, сосын тараттық. Таратқанда енді дұрыстап іздедік енді адамдарды. Кішкене емдеп, тамағын беріп, қолға үйреттік. Себебі әдетте үйге уақытша асырап алған кезде мысықтарды адамның қолына үйреткен өте маңызды. Яғни социализация дейді ғой, кішкене адамнан қорықпайтындай етіп деген сияқты. Біз сонымен айналыстық. Сөйтіп соңында 1 айдан кейін шамамен мысықтарды беріп жібердік басқа адамдарға. 1 айдың ішінде адам табылды. Шамамен 1 айда, Қорқынышты себебі. Менің ойымша көп адам қорқады сол себептен. Адам табылмай қалады деп. Бізде қорықтық. Мен 3-ші мысықты өзім алып қалғым келді тіпті. Мен сол жағынан қорқамын дейсің. Бәрін өзімде қалдырғым келіп тұрады. Қиын сол. Тек қана мысықтарды ғана алып қоймай, жалпы мен онлайн белсенді болуға тырысамын. Энергиям бар кезде, уақытым бар кезде барынша тырысып жүремін. Алдында Әйгерім деген құрбым екеуміз ит аулайтын адамдардан 2 кішкентай күшікті алып кеткенбіз. Яғни біз куратор болдық. Мен өзім барып алып кеттім. Кішкентай ауырып тұрған аянышты иттер болды. Яғни олар вируспен ауырып тұрды сол кезде, өте әлсіз. Білмеймін, мен сөзбен жеткізе алмаймын. Жағдайы өте ауыр болды. Соларды алып кеттік. Сосын оларды бір өте жақсы ветеринарный клиника тауып алдым. Жақсы бағада істеп берді. Соларға көмектесті, емдеп берді. Сосын біртіндеп біз передержка іздедік тоже. Оған қоса тұрақты үйді де іздедік. Сөйтіп жүрген кезде екеуіне қатар емес, бірақ біреуіне тұрақты қалай болып еді? Үй табылды. Үй табылды, Ол екеуі де передержкаға барды. Біреуіне тұрақты үй табылды, екіншісіне қазір ғана тұрақты үй тауып жатыр Астанадан. Табылып жатыр ма әйтеуір? Табылып жатыр. Құтты болсын. Осы жақында мен айтайын деп отыр едім, қазір үй іздеу керек деп. Жоқ, табылды. Күшті. Сол сондай жұмыстармен айналысып тұрамын енді барынша. Күшті да, сол қанша уақыт кетті, бірақ үй табылғаны күшті екен. Себебі Жоқ, сіздер сонда қалай планмен бардыңдар ма? Прям именно осы ит аулауда, Атловтағы иттерді қазір 2-ін точно алып кетеміз деп. Бір белсенділер бар, ол да болды, қазір айтам. Бір белсенділер бар, оларға көп рахмет, оларды ерекше құрметтеймін. Олар барып, сол Атловқа барып, аулауға кәдімгі сол неше түрлі иттердің бұл жерге барудың өзі ауыр негізі. Себебі ол жерде кішкентай торлардың ішінде бірнеше ит болады.
олардың жартысы ауырып жатыр, жартысы өліп жатыр, тағы жартысы тағы бірдеңе болып жатыр. Жағдайы өте ауыр негізі. Мен өзім кіріп көрмедім. Бірақ сол керемет белсенділер барып, оларға тамағын беріп, аптасына бір рет па, білмеймін қазір қалай, сол кездерде аптасына бір рет баратын болды. Тамағын беріп, емдеп сөйтіп жүреді. Сөйтіп әйгерім сол бір белсендінің тредстан ба бір постын көріп қалады. Сөйтіп, білмеймін, жаны ашып кетеді ма. Сөйтіп сол итке көмектесейін деп шешеді. Сосын ол Алматыдан бір адамды іздейді. Сол Атловқа, өзі енді Лондонда ғой, Атловқа барып алып кететін адамды іздейді. Себебі Атловта просто так бере салмайды. Сен міндетті түрде өзің барып, қол қойып сөйтіп алып кету керексің. Сөйтіп мен бардым сондай адам ретінде. Сол кезде бір жақсы таксист табылды. Оған да рахмет құрсын. Себебі таксистердің барлығы, ол туралы да бөлек әңгіме айтсақ болады. Таксистердің барлығы ондай жақсы бола бермейді. Сол таксиға мініп, сосын ветеринарға алып кеттім. Сөйтіп солай болып қалды енді. Мен енді тағы да әрине олай жасағым келеді, бірақ енді әр уақытта да уақытым және энергиям бола бермейді, өкінішке орай. Бірақ тырысамыз әлі де. Иә. Енді құрсын бәрі бітіп кетті мойында. Сол клеткада еще тағы бір күшік болған. Өкінішке орай, бірақ ол қайтыс болды. Оның жағдайы өте ауыр болды. Ол сол екеуінің біреуінің несі ағайыны, апайыны, сондай бір нәрсе. Мен соны көрдім. Жаман болды, түрі жаман болды. Қатты аянышты болды. Мен сол ғой соны шынымен де сол жерге бару қиын сияқты. Даже телефоннан, видеодан көрген кезде жаман болып қаласың. Білмеймін, бұрын Ақтөбеде тұрған кезде, или Ақтауда тұрған кезде де, Ақтауда бір жарты жылдай тұрдым, Ақтөбеде 2-3 жылдай тұрдым да. Сол кезде жалпы даладағы мысықтарға просто көмектесетінбіз. Мен бір подругам болды, мен өзім ондай емеспін да, андай көшеде біреуді мысық көріп қалсам, қатты мән бере бермеймін да, негізі. Просто кәдімгідей өтіп кете аламын. Қатыгездеуім да кішкене. Мен өтіп кете аламын. Бір подругам болды, мен сол уақытта ол өтіп кете алмайды. Прям үйге алып кету керек оны ше. Ана подругам ұржынданам ба, вообще ужас. Сондай болса да әйтеуір қасында жүретінмін. Сөйтіп мысықтарды ол кезде еще үйге емес, андай ол подругамның бір проектісі болды, жобасы болды, и орны болды. Бір жылға жалдап алған. Сол жаққа апаруға болатын еді. Ол сөйтіп мысықтарды, иттерді даладан тауып алған алып кететінбіз. Сол жаққа апарамыз, тамақтарын береміз, сосын емдейміз. Кішкене өмірге қабілеттілерін емдеп, стерилизация жасап, қайтадан далаға жібереміз. Потому что енді просто өзіміз жасайтынбыз да, соны ақша жинаймыз. Адамдар всегда ақша жіберетін. Осы мысалы мысыққа қазір стерилизация жасау керек, мынандай вакцина салу керек десең, адамдар всегда ақша жібереді. Өзіміздің қалтамыздан көп шығармайтынбыз. Сөйтіп адамдардан жинап аласың да, и просто сол мысықтың қасында жүру керексің. Сондай нәрсемен айналыстық. Бір жылдай ма, точно. Сол еще андай аула, сол орын тұрған жер, Ақтөбенің типа неблагополучный типа районы болатын да, ауданы болатын, и сол жердегі көп бір мысық иттерді хотя бы емдеп стерилизация жасап жібердік. Сондаймен айналыстық. Күшті. Сосын одан кейін ол подругам енді басқа жаққа кетіп қалды, мен басқа жаққа кетіп қалдым. Сөйтіп қазір ондаймен айналыспаймын. Мен сол кезде еще өзіме мысық алған, тоже уақытша менде тұрды мысық. Кәдімгі үйімде жүр, прям нервыма тетін. Сондайлар бар олардың, Нервыма тетін, себебі дейтін, андай уже мен бүкіл жерден оқып алғам да, типа мына Китикет, Вискас деген тамақтарды берген дұрыс емес деп айтады, ояқта онша емес, составы онша емес деп айтады да. Сосын Ақтөбеден мен іздеймін, типа дұрыс тамақты. Дұрыс тамақ іздеймін, ол табылмайды. Баяғы басқа жақтан заказ берем, ол оған ұнамайды ана мысыққа ше. Далада жүріп үйреніп қалған ғой. Дәм
болсын заттарды жейді иә вискас оған ең күшті тамақ сияқты да үйренісе алмай нервым құрып мен сосын стилизация жасап сосын басына андай бірдеңе кигізіп қояды ғой өзін қатты жалай бермес үшін ба сонымен жүрген кезде нервыма тиіп үйге сыймай сондай болды да ол андай құтырған мысық еді просто ше вообще күні түні просто бүйтіп былай жүгіріп жүретін еді да үйдің ішінде далаға шығарайын десең дала мысалы суық кездер ма болды енді қыстың уақыты ма сондай болды да далаға шығара алмайсың соны қарап отыру керек анау бір жерден қашып кетпесін деп ше сондай қызықтар болған бірақ маған қиын болды мен одан кейін ойладым мен все мысықты да итті да мен все қасымда бола алмайды себебі андай оған енді қалай ұрса алмайсың оған жындана алмайсың барлығы дұрыс емес зат екенін түсінесің да енді өзіңмен жұмыс жасау керек а мен өзіммен жұмыс жасауға видимо ресурсым болмады десең короче маған қатты ұнамады жаман стресс болды мен ананы еще ондай қатты бір жақсы көріп тұрмағасын ба андай ойнауға да даже өзімді заставлять ететін едім да сен барып кішкене ойнашы пожалуйста жарты сағат ойна пожалуйста деп ше сол заттардың керек екенін біліп өзім жаман заставлять ететінмін андай маған ол қиын болды негізі содан кейін түсіндім маған керек емес бірақ уақытша андай стерилизация жасап вакцинасын алып сондай істерге қатыса аламын конечно ал осы алматыда жүрген кезде білмеймін енді веган болғаннан кейін вегандық зооактивизмге жата ма жатпай ма білмеймін бүкіл жүрген жерімде әйтеуір вегандық туралы айтып жүремін келген организациялардың барлығын веган қылдырамын десең дұрыс ол да активизм қазіргі жұмысымда да қоймай айтамын ол прям андай бұрын енді мен феминистік организацияда жұмыс жасағансың ол жерде оңай да барлығы сені қалай тыңдайды и өздері прям енді ертең веган болып кетпесе да например мысалы феминитада бүкіл іс-шараларды веган вегетариан тамақ жасайтын қылдық та и сол туралы прям фокус қойып прям айтамыз мысалы лекция өткіземін обязательно вегандық туралы болады обязательно зооактивистерді шақырасың мысалы Сабинаны Альбина сізді шақырған сияқтымыз да или сіз келмедіңіз ба мен шақырған мен бір келдім тағы да бір қыздар болды сөйтіп келіп өздерінің Айгерім де келді кажется лекция берді мысалы жұмыста бір активностьтер туралы айтып жатса типа давайте тауға барып жаңағы жылқының үстіне мініп қайтайық деген ат айдаймыз деп айтамын маған да айтатын солай сосын айтамын өздерің үстеріңе мінгізіңдер өзі деймін да жүрің сосын пожалуйста сөйтіп постоянно сондай айтып отырамын да сосын айттым мен қой соятын жерге ет тұратын жерге бара алмайды екенмін кешіріңдер лучше веган подкастқа барып келемін деп короче барған жоқпын негізі барғым келді да мен себебі андай жұмыста бір проблемаларды шешіп алайын деген мен удаленкадамын да сол жаққа барып коммуникациядағы бір мәселелерді шешіп аламын ба деп ойлағанмын бірақ құрсыншы бармаймын дедім себебі уже типа шуткалары маған дым өткен жоқ сондай болды түсінемін мен де түсінемін сондай ортадағы неше түрлі шуткалар болатын болды ғой құрсын ұмытып қалдым уже біздерде де сол жұмыста бірдеңелерді істеу дегендеріміз болды да сенікі жыландармен ондай болды сондай бүкіл жерде бірақ феминистік организациялар мысалы қазір арткомның қалай андай артком деген феминистік бастама бар ғой экология туралы айтады жаңағы өзен көлдердің проблемасы именно балқаш туралы айтатын мысалы солардың іс-шараларына барған кезде всегда айтамын да типа давайте веган жасайық веган болайық вегандық туралы не істейік деген сияқты айтқан кезде олар тыңдайды олармен жақсы да тыңдайды прям мысалы сосын кеше вот наурыз жасаған кезде артком мен шақыратын болғандықтан ба веган наурыз көшесі жасады полностью сосын бөлек отдельно жаңағы қандай сүт па айран ба бірдеңе әкеліп қойды біреулер қосып ішемін десе ше болмай баратса бірақ сондай шагтар жасайды да олар әйтеуір сондай нәрсемен айналысамын активизмге жоқ күшті оған да батылдық керек ондай удочка лақтырып тұру деген ол мен
бір уақыттар вообще үндемейтінмін ше, көп айтпайтынмын. Сосын Айгерімнің рилстарына тойып алып десең күш жинап сосын неге айтпаймын, просто өйстіп біліп тұрасың ғой примерно результат қандай болатынын. Қазір саған ешкім да давай ертең мен бегім боламын деп ешкім айтпайды ғой саған, сен соны білесің. Тогда просто на расслабоне тоже можно кидать. Просто қазір жеп жатқандарың сендер вообще негізі өлі жануар ғой. Мен сөйтіп айтамын, неге сендер труп жейсіңдер деген сияқты ше. Сондай нәрселерді просто тастап отырамын, брош жасап. Тем более олар да тиісіп ойнайды ғой, сондай не в тему приколдарын тығып. Почему бы и нет? Мысалы, жұмыртқа болса, типа айтамын, тауықтың месячный жеу, конечно. Это все класс, вообще классно. Прикалываться деп. Сондай, мен бар белсенділігім қазір сол болып тұр. Бірақ алдыңғы подкастта айтқанда, мысалы осы кеше заң шықты ғой, мәжілісте айтылды, 5 күннен кейін аулаудағы иттерді өлтіреміз деп. Сол жаңалық шыққан кезде мен пикет жасаймын деп ойлағам. Бірақ соған еще акиматқа не жібердім? Запрос па, хабарландыру жібердім. Бірақ 17-сі күні мен жоспарладым да, 17-сі күні деп жаздым, 17-сі күні Арбатта жасаймын деп. Бірақ сол 17-сі күні жауап болған жоқ та, соған дейін бір 2 аптадай, жоқ, 1 аптадай жауап болған жоқ. Сосын 17-сі күні қоймай звондайды ғой, таңертең 8-ден акиматтан. Еще түрлі номерлерден. Мен енді ұйқыдан тұратым, вообще түсініп отқан жоқпын, кім мынау звондап отқан деп. Еще менде андай уже страх қалып қойған да бір незнакомый номерлерден. Сосын алсам акимат екен. Просто сол маған айтқан сылтауы рұқсат бермеудің, сіз өзіңіздің жаңағы хабарландыруыңызда нені көрсетпегенсіз дейді. Қаржыландыру, пикеттің қаржыландыруын көрсетпегенсіз дейді. Сол үшін сіз шыға алмайсыз. Келесіде көрсетіп жазыңыз, мүмкін типа рұқсат береміз деген сияқты. Солай жаталар. Соны звондап айту үшін соны қоймай звондаған да просто. Типа бізге өтініште үлгермей жатыр жауап беруге, сізге звондап айта саламыз келген, бүгін болмайды деген сияқты. Еще рұқсат бермейміз дегенді да бүйтіп андай нақты айтпайды да. Жазбапсыз, сондай екен. Өзің рұқсат бермей тұрсыз ба деп өзің сұрап аласың да. Деп айтады сол кезде. Бірақ айтпайды андай қылып. Сізге рұқсат жоқ деп анық айтпайды да. Сондай, сосын 1-2 тоже бір попыткалар болды. Митинг жасап көруге, жануарларға қатысты. Білмеймін. Барлығы осы сияқты менің белсенділігім. Күшті. Менің ойымша соның бәрі де белсенділік сияқты болып саналуы мүмкін. Біздер жаңа айтып өттік қой біздер. Неге қазақтарды белсенді деп санамайды? Басқа ұлт өкілдері Қазақстанда, олар осындай белсенді, волонтер, жануарға көмектесетінде, басқа ұлттар, орыстар бәрі жануарларға көмектеседі, волонтер болады, шелтер ашады, приют ашады деп айтады. Бірақ қазақтар вообще иттерді де жақсы көрмейді, волонтер да болмайды, ешқандай белсенділікке қатыспайды деген сондай пікір бар. Мифтер. Мифтер бар десе. Кеше сол жаңағы Айгерім осы нәрсені ұсынған кезде, вообще мен негізі трэдсте көп көріп жатырмын да, қазақта бұндай, қазақта андай деп жаңағы жаңбыршынның ұсынысынан кейін, жаңа ит өлтіреміз деген ұсыныс болды ғой. Содан кейін трэдсте көп нәрсе, вот жаңағы ауылдың типа дикий адамдары, ауылдық адамдар вообще итке жанашыр емес, қазақтар жалпы итке жанашыр емес деген көп естимін шынымен де. Трэдсте көп көрем прям. Еще бір жағынан, білмеймін, мен мүмкін уже жаңа рекомендацияларым солай қалыптасып қойған ба, бір жағынан көретінім қазақ тілді адамдар жаңа трэдсте көптеп жазып атқан да көремін да. Типа иттерді өлтірмейік, мен ондай болғым келмейді, мен ондай қоғамда өмір сүргім келмейді, мен мынандай депутаттарды вообще мен сайлаған жоқпын деген нәрселер айтылады тоже. Бірақ оны қалай бүйтіп ысырып тастап, андай вообще обсуждение болған кезде қазақтарға волонтерлық бір жат нәрсе сияқты қылып көрсету бір андай не сияқты да. Просто
слогандар болады ғой, андай громкий, сондай сияқты да. И басымызда бәрі как будто сол нәрсе шынымен де қалып қойған сияқты да. Мысалы кеше бір жаңалықтар шығып жатты ғой, Алматыда 2 әйел тоже солай пикетке шыққан, ешкімнен рұқсат сұрамай, просто и екеуі де орыс әйел, мысалы ше. Бірақ менің ойымша жаңағы қазақтарда волонтерлік деген сөз вообще жаңа сөз ғой, ерікті болу деген. Ол бір институционалдық қалай көмектесу ге жатады да. Сен бірінші жаңағы бір организацияда болу керексің, сосын организация ол сұрақты көтеру керек, содан кейін барып белсенділер пайда болады да. А қазақтарда просто ол нәрсе вообще қоғам құруда андай бөлінбейтін, ажыратылмайтын нәрсе сияқты қалыптасқан да, көмектесу деген. Мысалы асар деген нәрсе бар, жылу жинау деген бар, көршіңе көмектесу, сосын не жетім жесірге көмектесу, вообще оларды ренжітуге болмайды деген бір өзінің қағидалары бар ғой. Адамдардың бойында ол нәрсе уже айтып керек емес та, типа очевидный нәрсе. Андай фразеологизмді айтқым келді, тайға таңба басқандай деген сияқты, бірақ это ужасная практика просто. Анық нәрсе да, очевидный просто нәрсе. Ол нәрсе бізге жаңа ат қойып керек емес та, мынау ерікті емес, қазақ халқы жаңағы белсенді емес деген. Просто ол нәрсе айтылмай ақ жасалады ғой. Мысалы ауылда тұрғанның өзінде иттерге болмасын, жалпы мысалы бір үйге көмек керек болса, сен барып оны сұрамайсың да, жаңа маған көмектесші деп. Просто егер жалпы хабар естісе, мына үйде бірдеңе болып қалыпты деген жалпы хабар болатын болса, адамдар просто өзі келеді. Өзі келіп саған просто шаруаларын жасай береді, ешкім келіп сен жаңағы сондай болыпты, мен көмегім керек болып тұр, саған, онда мен көмектесемін саған деген сияқты жоқ та, просто келіп істей бересің. Көмектесу ол уже қалай қоғамның құрылымында сіңісіп кеткен да, оны бөлек әкеліп жаңағы бір новый формада жасап керек емес та бізге. Себебі дейтін жаңағы ерікті болу деген нәрсе ол заманауи зат та, осы кешегіде пайда болған. Сосын сөздің өзі басқаша ғой. Негізі былай қарасаң, волонтер деген сөз ағылшынша volunteering деген сөздің өзі, сен еркін өзіңнің бір неңді білдіресің, таңдап көмектесуге таңдайсың деген сияқты сөзден келеді. Жаңағы батыстан келеді, мүмкін орыстардан келеді, білмеймін. Бірақ қазақтарда көмектесу, менің түсінуімше осылай көршіңе барудың көмегі, саған ешкім еркін бар, көмектесесің бе, көмектеспейсің бе десе, менен ешкім сұрап көрмеді. Просто барасың. Бар дейді, болды, сен барасың, сенде ондай. Ол сенің міндетің. Көмек деген ол волонтер емес. Сен тең таңдауың жоқ, сен істеу керек, ол сенің міндетің. Қасыңдағы басқаға көмектесу ол сенің міндетің. Сол себептен де волонтер деп те айтылмайтын сияқты, бірақ менің ойымша кішкентай былай өзгеріс әртүрлі зат бар. Бір жағынан қазақтар, сол теманы да айтып өтсек, қазақтар бәрібір жаңағы мнение бар, қазақтар волонтер болмайды деп, бірақ соның ішінде қазақтар жануарларға көмектеспейді. Қазақтар ерікті болса да адамдарға көмектеседі деген бар. Және де интернетте де басқа жерде де пікір болады, мысалы неге сен жануарға көмектесесің, қиналып жүрген адамдарда көп деген сияқты. Соны бөлу керек сияқты. Мен үшін қазақтар шынымен де өзінің міндеті ретінде көреді басқа адамдарға көмектесу, бірақ жануарға көмектесу де бір жағынан бар, бірақ бір жағынан біздер осыған дейінгі серияда айтып шықтық, бәрібір қазақтар итпен тұрмайды, қазақтар итті кіргізбейді, қазақтарға там итлас, мұсылмандармыз, итлас деген сияқты затта да бар. Екі түрлі, как будто. Қоғам екіге бөлініп тұрған сияқты ма?
екіге бөліне ма білмеймін нешеге или қоғам туралы қазақ қоғамы туралы ой екіге бөлінетін сияқты да осылай. иә Жоқ, мен жаңа айттым ғой, меніңше қазақ тілді адамдар жануарларға жанашыр, жиналып қоймай, мысалы тредсте бар мүмкіндікті қолданып жатқан сияқты, жаңағы өтініш арқылы жіберу, бір петициялар жасау, сондайды істеп жатыр ғой. Неге қазақ тілді осындай жаңағы контент па или ақпарат тарату аз десе, ол уже басқа проблема да, просто неге олар көрінбей қалады? Мысалы қазақ тілді адамдардың жаңағы жануарларға жанашырлығы неге біздің қалай вниманиемізден тыс қалып қойып жатыр? Негізі ондай адамдар жоқ емес, бар ғой. бар еще көп та сияқты да. Әркім мысалы өз жүрген жерінде бір итке көмектеседі, бір мысықтарды жаңағы тамақ беріп жүруі мүмкін. Мысалы біздіңде қалай, мен қазір енді тұрып жатқан жерде бір аула бар. Сол жақта иттер тұрады бірнеше. Қара иттер ше, қап-қара иттер, өздерінің бір семьясы екені көрініп тұр да. Солар дейтін қысы жазы жақсы тұрады да. Прям жағдайлар жақсы екені көрініп тұрады. Көшеде прям именно сол ауланың қасында ұйықтап жатады. Себебі ол жерде жаңағы бүкіл двор болып, сол жерде тұратын адамдар бар ғой. Тамақ береді, жақсы қарайды, ешкім барлығы уже таниды. Балалар сол жерде мысалы көп жүреді, мектеп қасында деген сияқты да. Үйлер мына жерде, жаңа жүретін жол сол жерде жатады да, именно. Бүкіл двор болып барлығы біледі сол иттердің бар екенін, примерно соларға тамақ беріп тұру керек екенін барлығы білетін сияқты. Олардың жағдайы жақсы да. Мысалы сондай нәрселер бүкіл жерде бар сияқты. Ал Қазақстанда тұратын кімдер? Қазақтар ғой. Қалай ол? Менің ойымша сосын бұқаралық ақпарат құралдарында просто сондай кішкене дикісті дауысы қатты шығатын адамдар бар. Сондайды көрсету керек сияқты да просто. Бәрі де сондай ғой, дауысы қаттырақ шығатын адамдарды біздер көбірек естиміз, соған қарап біздер өздеріміздің пікірлерімізді қалыптастырамыз. Бір-екі қатты жаңағы даже жаңбыршын сияқты адамдар болады, қатты консервативті, қатты сондай, олардың дауыстары қатты шығады, біздер солардың түріне қараймыз да айтамыз. Үлкен кісілер иттерді жақсы көрмейді деген сияқты сондай бар шығар деп ойлаймын. Сосын менің тағы бір топигім айтып өткім келетін, жаңағы біздер айтып отырдық қой, сен Ақтөбеде айналыстың жануарларға көмектесумен. Мысалы сен Алматыда істедің, Атырауда істеп көрдің бе? Айырмашылықтарды байқайсың ба? Атырауда, Алматыда, Астанада мүмкін? Астанада ештеңе істеген жоқпын. Атырауда сол даладан жай мысықтарды алатынбыз. Ол кезде менде еще білім болған жоқ. Мысықтарды қалай күту керек, оларға қалай көмектесу керек, қандай тамақ беру керек деген сияқты. Өкінішке орай бірнеше мысық болды, және бірнеше солардың көбісі қашып кетті үйден. Бірақ айтқым келетін айырмашылығы меніңше Алматыда мүмкіндік көбірек, клиникалар көбірек. Мысалы тамақтың неше түрлісі бар. Мысалы бір тамақ жақпай қалса басқасын ала салсаң болады деген сияқты. Қиналып жүрді ғой. Мысалы мен мысығымды түнде бір жерге апарғым келді. Менде мысалы папада қазір мысық бар, тоже даладан кіріп кеткен. Өзі кіріп алған ғой деген. Сол мысықты маған неге апару керек болды ветеринарға, түнде апарам деп ойладым. Бірақ түнде істеп тұрған ветеринарный клиника болған жоқ. Атырауда? Алматыда? Ол осы жақында? Жақында болған жоқ. Ол деген бірнеше жыл бұрынғы жағдай емес? Бір жылдай бұрын. Әлі жоқ дейсіз. Енді құрсын мен нақты айта алмаймын, бірақ сол моментте мен таба алмадым. Сол клиника азырақ, зоомагазиндер азырақ, шынында да, мысалы тугисті ашып қарайсың, бір жақын жерде бір екеуі ғана тұрады. Сондай жағдай, енді док парк
иттерге арналган парктар тууралуу енді вообще бул бөлек әңгіме. Алматыда әйтеуір бар ғой, бір 2-3 ма, 3 ма, Атырауда ондай атымен жоқ. Атырауда сосын мен білмеймін, көптен енді бармадым ғой, жамандап тастаған ішінде. Бірақ итпен жүретін адам азырақ. Иә, келсем. Көбісі дворда ұстайды. Астанада тап сондай, Оралда тап сондай, иә. Сол, иә. Бірақ айтпақшы, менің сен Атырауда айтып бастаған кезде мен Құлсары есіме түсіп кетті. Құлсарда ветеринарға апарды менің туыстарым ит күшіктерін. 2-3 күшік қайта-қайта өле берді аулаларында. Сосын мына күшікте ауырып бастады. 6 айлық па, 9 айлық па, керемет, тәп-тәтті күшік. Бірақ бір күні жатып алды, тұрмай қалды, жата берді. Сосын жаңағы туыстарымыз ананы істеді, мынаны істеді, тұрмады. Сосын аяған шығар енді. Ветеринарға апарады. Ол ветеринар айтады: піспеген жұмыртқа бер дейді. Иә, 2 жұмыртқа береді. Сосын тағы не дейді? Сол конкретно жұмыртқа есімде. Ешқандай анализ алу, ешқандай дәрі беріп көру, бірдеңе істеу деген ондай дым болған жоқ. Жұмыртқа жесін деді. Жұмыртқаны жейді, бірдеңені құсады, сосын нормально болады деп айтты. Анау деген шынымен де жұмыртқа берді. Бір күн бір түрлі жақсы болған сияқты болды, содан кейін қайтыс болды. Ойбай. Соған айтқым келгені, бір жағынан, иә, ветеринарлар шынымен де бір жағынан сапасы да кішкене ондай жақсы болмайды, білімде кішкене ондай көп болмайды. Сосын олардың көбі жаңағыдай мал шаруашылығына арналған ветеринарлар, андай жануарға көмектесуге арналған емес бір жағынан. Бірақ бір жағынан мен есіме түсіп кетті, белсенділікті айтып отырған кезде Құлсары есіме түсіп кетті. Себебі мен кезінде Құлсарыға ақша жинап көмектесіп жүрдім. Сосын сол темаға су тасқыны болған кезде сол темаға көп қатты бүйтіп қатысып, соның ішінде жүрдім. Сол инфополенің ішінде жүрдім. Сол кезде менің байқағаным, ешкім үйде отырған жоқ. Құлсарының адамдарының бәрі жиналып, көмектесіп, көмектесу дегенде болған жоқ. Жаңағыдай көмектесу деген ол біртүрлі басқаларға көмек беретін сияқтысың. Сен ол кезде жай ғана қатысу деп айтады. Қайтадан міндеті сияқты айтады. Бәрі шығады, бәрі бірге ана жерге мешоктарды жинайды, ана жерге апарады, суды шығарады, әйелдерді мына жаққа апарады, бәрі бір-бірінің машинасына отырады, бірге қаладан шығады. Сондай адамдар өздерімен өздері бірге жиналады да, бірге бір сол жағдайдан шығуға бір-біріне көмектеседі. Және тап сондай жағдай Атырауда болды, тап сондай жағдай Оралда болды. Адамдар келеді де шаруаларын жасайды. Олар үшін ол міндет. Сол мен де айтқым келгені сол туралы. Иә. Иттерден пішен бар ғой. Иә. Итке дейін көмектесті. Ол да мен де көмектесейін деп. Білет өзінің міндетін. Иә, ол да міндетін. Сол сияқты ғой енді, мысалы атып кеткені болмаса дейсің. Иә. Бірақ оны да енді қазақтар ғой, былай үйлеріне алған, тойға дейін барып жүрді ғой сол пішен деген. Мысалы тиктогын көрдім мен, ол тойға барады. Адамдармен бірге. Иә. Сол сияқты ғой, мен ойымша төрге отырғызады ма екен оны? Әйтеуір билеп жүрді тойларда, адамдар келгенде, қонақ келгенде. Сол маған да ұнайды, мындай қазақша тиктоктар түсіреді ғой, андай өздерінің жаңағы мысықтарын көрсетіп, мынау ерке. Мына итті еркелетем қазір. Көтей. Ойбай. Әне. Мен даусыма еркелейді. Мә. Әне. Өстіп еркелейді маған. Анағыз қазақ деген сияқты. Типа 3-ке дейін ұйықтайды, осы ұйықтаса болды деген сияқты еркелетіп көрсететін видеолар көп қой тиктокта. Негізі жаңағы заңға да қарсы шыққандай қанша адам қарсы шығып жатыр, қанша подпись жиналды жаңағы неге. Шынымен де негізі менің ойымша біздің пікірлеріміз ондай. Иә, басым бөлігі қазақтар ғой солар, мысалы ше. Соны істеп жатқан. Иә. Сондықтан қате түсінік сияқты, жаңа қазақта жанашырлық жоқ жануарларға деген қате түсінік. Сосын адамдардың айтатыны жаңағы
жануарға көмектескенше адамға көмектеспейсің ба, адамдардың да жаңағы бейшара болып жүргені қаншама деп айтатындар, олар просто не сияқты өйтіп ол адамдардың өздері адамдарға көмектесіп жарытып жатқан жоқ та. иә Просто бірдеңе айту үшін айтылатын нәрсе да ол дейтін. Артқа тартатын хейтер ғой кәдімгі отырған. Оған вообще мән беріп керек емес. Себебі дейтін адамға көмектесетін адам да, жануарға көмектесетін адам да екеуі бірдей ойлы болып шығады, бір-біріне жақын да. Ондай біреуге бірдеңе көмектесетін адам вообще ондай нәрсе айтпайтын сияқты. Ондай нәрсені айтатын нәрсе адам тек вот ештеңе істемейтін адам да. Отырған просто нағыз хейтердің өзі. Сосын мен соған қосатыным, біріншісі ол деген менің ойымша ол пропаганда. Менің ойымша қазақтар ет жейді, ет қазақ деген қасқыр, адамға көмектесу керек, жануарға көмектеспеу керек дегеннің бәрі пропаганда, дауысы қатты шығатын аз адам, бірақ көп импакт жасайтын. Енді пропаганда дегенде біздер үшін пропаганда тек қана бүйтіп күнде бүйтіп радиодан айтылатын зат емес, бірақ адамдар да оны естіп алады, сіңдіріп алады, және де басқаларға бүйтіп тарататын затты да пропаганда деп айтуға болады. Себебі мен сенбеймін ондай затқа, толығымен сенем деп айта алмаймын. Біріншіден, екіншіден, ол антропоцентристік көзқарас. Неге адамның өмірі жануардың өмірінен жоғары деп еще ойлаймыз. Ана бір Threads па или TikTok па бүкіл жерде болды ғой, типа ты спасешь чужого ребенка или своего питомца. Давайте соны обсудим. Ужас просто. Сендер кімді? Менде ешқашан питомец болмаса да, мен өзім айттым, типа своего питомца деп. Даже мен сіңіліммен ұрысқанбыз екеуміз сол туралы ше. Қалай сен итті бірден. Сосын айтамын да, сен қалай вообще, например, саған сұрақ қойса, сен өзің балаңды ма или басқа біреудің баласын ба десе, конечно, сен өзіңдікін таңдайсың, құтқаруды таңдайсың. Ол әңгіме ол жерде дейтін, біреу жануар, біреу адам болғанында емес деп айтып жатырмын да мен. Ол маған, менімен байланысында. Мен мысалы ана жануарға мен жауаптымын. Балам болса, тоже солай жауапты болар едім деп айтамын да. Бірақ хейт вообще екі жаққа да көп сияқты, типа. Жоқ, сол сияқты ғой. Мен өзім адам балам болса, біреудің иті болса. Кешіріңдер, мен өзім адам баламды сақтаймын. Бірақ менде итім бар. Ол мен балам. Ол ондай олай баланы адамды құтқарамыз деп атқандар сол антропоцентристер ғой. И олардың бір аргументін естідім, типа ол адамнан пайда көбірек дейді. Типа болашақта ол Қазақстанның азаматы болып өседі. Сондай бір көткен бірдеңелер айтады. Жұмыс жасайды, экономиканы өсіреді. Ана иттен де пайда сондай. Бірақ мен дым түсінбеймін ондайды. Қалай ол сонда жануарды екеуіне білмеймін, мен сөзім жоқ. Антропоцентристік көзқарас дейтін, жаңа айтып жатыр ғой, бір пайдасы болады, адамды құтқарудың өзінде пайдасы болады деп. Ода бір андай эксплуатационный бір кішкене не бар да? Капиталистік көзқарас. Капиталистік көзқарас. Прям адам болса егер ертең ол жаңағы демографияны көтереді, жұмыс күші ретінде, просто өмір сүру үшін емес та, адамнан бір пайда келеді деген оймен. Сондықтан вообще ондай көзқарастан жаңағы адамға бағытталған тек қана адамның бір үстемдігі туралы көзқарастың ойланып қарасаңдар вообще дұрыс емес екені көрінеді да сразу. Ол чисті жаңағы адамның үстемдігі туралы ғана көзқарас емес, оның ішінде жаңағы патриархалдық, капиталистік көзқарастар қосылып кеткен уже. Сен уже тоже солай ойлайсың. Пайда көру. Адам жануардан жоғары болса, адамдардың ішінде де жоғары адам болу керек. Мүмкін ақ ер адам. Уже бар олар десей. Келесі темам. Как раз менің ары қарай айтқым келетіні, менің ойымша жаңа белсенділіктің ішінде әйелдерге көзқарас бар. Себебі көбінесе осындай жаңағыдай белсенді болатын әйелдер, олар басқаша көрінеді, олар
кішкене бастар істемейтін әйелдер сияқты кішкене крейзи, кішкене сондай көрінеді. Бірақ ер адам белсенді болса, controversial деймін ба, ер адам белсенді болса, ол жаңағы спасать, құтқарушы, ол күшті сияқты. Ол мықты. Батыр, Иә. Вау. қорғаушы. Иә. Потом ол тиктокта айтады, көмектесу керек дейді, сосын бәрі оған айтады, молодец. Еще сол сөзді айтып қоймайды ғой, мен құтқарып жүрмін бәрін, мен құтқарушымын. Я спасаю. Иә. Прям осы сөз айтылады. Это я спас. Иә. Сол дейтін бүкіл салада сияқты сол еркектер бір келіп дейтін бір база нәрсені айтса, типа әйелдерді ұрмаңдар. И все, микрофон выкинул и ушел. Спасибо. Мен вообще ше негізі подкаст жазғым келгенде сол еркектер сияқты отырғым келеді. Таңдай ше подкастқа келіп база бір нәрсе айтасың да, и типа, да, бро. Неге сондай емеспіз? Я понял, что... Я осознал. Да. Мне вчера пришло осознание, что надо завтракать. Помогать — это хорошо, да. Занимайтесь спортом. Да. Сондай нәрсе. Бүкіл саладай да ол дейтін. Иә. Еркектің сөзі жаңағы әйелдікіне қарағанда весі бар, сондай болып есептеледі. Бірақ осы жерде ше алдында мысалы просто жаңбыршын қазір қалай бүкіл адамдардың аузында болғандықтан жаңбыршынның примерін айтқым келеді да. Вообще әйелдерде негізі қамқор болуды, сондай мейірімді болуды күтеді да. Ол сен андай базовый настройкың сондай болу керек сияқты да. Сен бүкіл жерде жаңағы мейірім шашып, махаббат шашып жүру керексің да. А егер сен солай істеп жатсың ғой енді, мысалы қазір әйелдер жануардың қамқорлығымен и так та айналысып жүрді да. Енді оны саясиландырса сразу ше, государствоға барып айтса, типа, где деньги? Ақшамыз қайда, мынау жаңа стерилизация, вакцинация, қайта жіберетін сондай жүйе бар ғой бір, ОСВВ деген. Жүйеге жіберген ақша қайда деп, мысалы, саяси жағынан бір сұрақты көтеріп қалсаң, сразу әйел жынды болып кетеді да. Хотя ол просто өзінің жаңағы сен күткен нәрсені и так жасап жатқан жоқ па? Сен айтып қойған жоқсың ба оған? Сен қамқор болу керексің, мейірімді болу керексің. И ол сол нәрсені жасап жатса, уже саясатқа кірсе да, именно саясатқа кірмей жүре берсе, это нормально. Оны и так та жынды деп айта береміз. Бірақ саясатқа кірсе, сразу олар прям қалай андай весі бар жынды болып кетеді да, уже құтырған жынды болып кетеді да. Себебі дейтін, мысалы, жаңбыршын еркектер ғой енді бүкіл осы нені ұсынған заңды. Депутаттардың барлығы еркектер ұсынды. Сосын жаңбыршын өзінің трейдсінде жаңа мяулап жазбай ма? Ойбай, мен сөйтіп едім, маған өлім тілеп жатыр барлығы. Осы ма сендердің белсенділерің, вообще сендер жаңа жынды болып кеткенсіңдер, жануар деп сөйтіп жазды да мяулап. Сосын Ақтауға, ол Маңғыстаудың несі ғой, депутаты ғой. Ол Ақтауға барып осы сұрақты көтерем деді. Сосын бір астына бір әйел жазған ғой, тоже белсенді, білмеймін, Динара ма аты. Сол жазған, давайте мен де барайын, мен барғым келеді, мен сізбен осыны прям дұрысынан сөйлескім келеді сізбен, давайте сөзбе-сөз, не будем друг друга обвинять деп комментарий жазады да. Сосын жаңбыршын оған айтады, давай сен неңді ұсынысыңды я принимаю. Мен саған билет сатып алып берем. Қаяқтасың? Ақтауға бірге барамыз, бірге не өткіземіз. Пресс-конференция? Пресс-конференция емес, қалай андай обсуждение. Ақтауда өткіземіз деп айтады. Сосын анау шынымен де билет сатып алып береді жаңбыршын. Ана елге прикол. Барады. Сосын енді ол қалай уже дайындап қойған ғой андай, сөйтіп бақыр шақырып, менің баламның ана жерін тістеп алды, менің баламды бүйтті деп, уже дайындап қойды ол дейтін. Дайындап қойған актерлар. Актерлар емес, мүмкін сондай шын адамдар шығар, бірақ прям жынданып тұрған адамдар дайындап қояды, ана әйел тоже барады, ана тоже
искала людей, которые на казахском қазақша жаңағы жануарларға қолдап сөйлейтін. Мә ол вообще ол обсуждение вообще ужас болып кетеді ғой. Бірақ анау ол жерде көруге болады кім жынды екенін ше. Ол жерде айтпай ақ қояйын, просто ертең мені соттап жүріп десең кім жынды екенін көруге болады. Вообще неадекватность прям ана жерде ше. Сол мысалдың өзінде ше айқын көрініп тұр да жаңағы айтылған нәрсе. Кішкене әйел өзінің и так істеп жүрген базовый настройкаларын саясиландырса, сразу оны жаңағы басып жаншу басталады да осындай. Иә. Хотя әйелден сол затты күтеді. Соның ішінде тек қана әйелдерді басу емес, тек қана белсенділерді басу емес, еще жаңағыдай жынды деген сөз, шиза, сондай сөздердің бәрі. То есть ментальный қиындықтары бар адамдарды сондай соларды кемсіту. Сондай кемсітуде тоже бәрі бірге қосылады. Осының бәрі бірге кем адамдар. Осының бәрі бірге кем адамдар. Бірақ менің ойымша сондай затта солай адамдарды солай көрсетудің өзі де адамдарды, бірталай адамдарды жаңағыдай алыстататын сияқты. Белсенділікке келуге ма? Қатты даусыңды шығарғың келмейді, ұяласың кішкене. Мен бұрын шынымен көп сөйлей бермейтінмін, бірақ Нұрсұлуды білесіңдер ма бәрің? Нұрсұлу енді вообще бар ғой. Күшті дегенде мен өзім шок болдым. Бір рет біз Түркістанға пойызбен бардық та. Бір топ қыздар, жаңа сол жақта біздің өзіміздің білмеймін, мектеп па, күлгін киіз үйді өткізу ма, сондай болды да. Сосын қайтар жолда ма, енді бәріне пойызға билет алған ғой. Мен сондай түсіп қалдым да, купеге алған бір өзім и 3 еркек. Еще кірем мен, андай нормальный еркектер болса, можно было бы, да, сол жақта жата беруге. Сол купеде. Оказалось так, что олар бір тойдан шыққан ба, бір 50 жылдық тойлаған ба, короче, сондай бірдеңе ішіп алған барлығы. Мен ана жерге даже кіре алмадым. Вообще ауа жоқ ше купенің ішіне. Сосын енді білмеймін не істейтінді, бір түн ғой тек өткізетініміз. Я думала, ладно, ешкім ауыспайды, отырып барсам да кірмеймін деп ойладым да соның ішіне. Сосын соны келіп енді қыздарға айтпайын ба, Нұрсұлу да бар сол жерде. Сосын Нұрсұлу естейді да, ана бүкіл пойызды жатқызбайды ғой. Ойлашы, бүкіл вагонның жаңағы проводниктеріне кіреді, айтады, мына қызға ауысу керек, ана жерде 3 еркек, сіздің өзіңіздің қызыңыз сондай болса ше, вообще қоймайды, аналар жоқ десе де ұялмайсыз ба? Кәдімгі оларды ұятқа қалдырады да, прям пристыжать етіп. Мен вообще ана жерде басында Нұрсұлуға уже жынданып бастадым да, мен не надо, маған керек емес уже, андай неловкость болады ғой. Бірақ ол маған айтып жатыр да, сен мына жерде неловко болмау керексің, мына адамдар неловко өздерін сезіну керек. Неге просто ауыса салмайды, егер қалыпты жағдай болса. Неге ана еркектер барып ауыса салмайды, қалыпты жағдай болса. Өздері даже жатқысы келмейді ана еркектің қасында. Біз қаншама жағдайды білеміз, что поезда мысалы қалай зорлап кетіп жатқанын білеміз. Кім сені құтқарады дейді да, лучше давайте не будем доводить до такого. И ол барлығын осылай жаңағы проводниктерге да, жаңағы келіспеген еркектердің бетіне сөйтіп прям пристыжать етіп айтады да. Мен сол кезде жаман қалай енді көріп жүріп қой, так та белсенді адамдардың бар екенін. Просто сен үшін солай казалось бы, типа мелочь зат сияқты да, бірақ мелочь зат үшін сөйтіп өзі де жатпай, ұйықтамай, түнгі 3-ке дейін жүрді ғой, сол бүкіл поезды аралап шықты. Содан кейін менде бірдеңе өзгеріп кетті. Нұрсұлуды көргеннен кейін ше. Сондай ол вообще қоймайды да, еще пока таппайынша, өзінің дегеніне жетпегенше қоймайды. И тоже сосын Түркістанда жүрген кезде ма, Нұрсұлу шыбынды ма, далада көріп қалады да. Вообще жәндіктерге де даже солай қарайды да ол. Содан кейін мен вообще түсіндім да, типа, вообще сен үндемегенің, это тебе же хуже.
просто иә саған онша емес. Содан кейін маған сол Нұрсұлудың кішкене андай қалай вообще бітпейтін бір просто энергиясы, настойчивость болады ғой, сондай күш берген сияқты. Сосын көп кішкене айтып бастаған сияқтымын вегандық туралы ше, именно вегандық туралы. иә Нұрсұлу вообще ол легенда болып жүрген. мен өзім көрмеппін, бірақ естідім. Иә, қысқаша айтқанда. Иә, біздер Нұрсұлумен бір-екі проект жасадық. Не проект? Естімедім. Құлсарға ол қосылды, сосын тағы бірдеңе істедік, бірнеше грантқа беруге тырыстық, бірақ маған ұнайтыны ол әрқашан шындықты айтады. И мен үшін ол өте маңызды, себебі мен өзімде бір дезинформация бірдеңені жібере саламын да отыра беремін, дұрыс емес бірдеңені бұрынғы серияда овчаркамен 4 сағат жүгіру деген дезинформация болды енді. И Нұрсұлу маған сондай заттарды бетіме айтады, бірақ бетіме айтқанда былай: все, Фатиха, сен қиялсың, дурасың, мен сенімен енді сөйлеспеймін деп олай айтпайды, ол просто айтады. Осылай айтуға болмайды дейді да, болды, отыра береді. Сосын сен бүйтіп ойланып қаласың да, жақсы дейсің, болды. Сол жағы маған өте ұнайды, сондай адамдар. Саған кек ұстап қалмайды, бірақ саған саған өсуге, өзгеруге көмектесетін адамдар мен үшін өте маңызды. Сол себепті белсенді болып жүре беру керек. Басқаларға мүмкін күш береміз. Иә. Даже вот сенің жыландар туралы жазғаның, мен өзімде сондай жағдайлар бір-екі рет болды. Жылқылардың үстін айдауға тоже білмеймін, атты айдау деген Алматының корпорацияларының бәрі бір отырады да ат айдайық деген осындай идея шығады. Идея, которая ешкімнің ойына ешқашан келмеген. Ешқашан типа вот никто об этом не подумал, и я придумал ат айдаймыз деп шығады. Каждый компания, мен барған компанияның бәрі сөйтіп шықты. Соны айтудың өзі күшті, сондай адамдарға өзгеруге көмектеседі. Слишком көп болып тұрмын, бірақ андай қияли болып тұрмын, дура болып тұрмын деп ойлайсың да. Иә. Бірақ сен айтасың, содан кейін адамдар шынымен де ойланып бастайды екен. Иә. Иә, адамның бәрі жаман емес негізі. Еркектерден басқа. Сосын не айтқым келіп еді? Ит асырау, мысық асырау туралы ары қарай чуть-чуть соған қайтып келгім келеді. Себебі білмеймін, маған өте маңызды сияқты біздің позициямыз итті вообще осылай шелтерларда иттің тұратыны, мүмкін даже үйлерде иттің тұратыны, осы мәселенің тап осындай үлкен болғаны біздің қоғамнан шыққан мәселе сияқты, адамдардан шыққан мәселе, адамдардың көп зат туралы ойланбай қалатыннан шығатын мәселе сияқты, және де соның ішінде адамдардың иттерді бридинг, көбейтулері, шығарулары, сатып алулары, және итпен мысықты және басқа жануарды да товар ретінде көру, жаңағы қайтадан адам деген жоғары, менде осындай аксессуар. Көп адамдар айтады ғой, менде осындай потребностьтар бар. Маған осындай ит керек, менің потребностьтарымды. Неге ол ит сенің потребностьтарыңды жабу керек? Ол итке сен керексің ба? Короче, біз қазір обсуждать етейін деп жатырық нені сатып алмай, иттерді, мысықтарды сатып алмай, асырап алу. Да. Мен сатып алатындарды білмеймін, әлі көрген жоқпын негізі ондай адамдарды. Типа мен өзім окружениемді ондай бір сондай нәрсе туралы айтып бастаған адамдарды көрген жоқпын да, и маған как будто ондай адамдар бұрында қалып кеткен нәрсе сияқты болып көрінеді да. Бірақ енді примерно біліп тұрмын, что ондай адамдар көп екені. Прям енді олардың басты қалай несі, аргументі ма, или басты ойлайтын нәрсесі жаңағы британдық мысық, неміс итті сатып алудағы басты ойлары бір статус шығар, иә?
вип казах болу десең. Жоқ, статус қой шынымен де. Шынымен де сол, иә. Статусқа еліктеу ма? Қазір біз бәрінен асып кеттік қой, типа уже iPhone, андай MacBookпен жүру, там машинаң болу уже бір как будто недостаточно статусно, потому что ол бәрінде бар, бәрі кредитке ала алады. Енді типа что можно еще? Қалай ерекшеленем? Жылқы сатып алайын ба? Деген сияқты да. Айтпақшы, иә. Жылқы сатып алады ғой, вообще прям андай нелері. Жылқы айдау мода болып кетті, ат айдау. Иә, кәдімгі тиктокта да еще как будто бұрыннан бармыз ба не? соңғы жылдары бір тиктокта қоймай андай пропаганда жасалып жатқан сияқты, типа еще әйелдермен ше, типа қыздар бір күшті болып шауып бара жатқан видеолар толып жатыр ғой. Кім еді ана модельдің аты? Атайды. Ая? Жоқ. International прямо модель звезда. Кім ғой? Белла Хадид. Сондай істедім. Соған еліктеу шығар мүмкін. Ол еще атамыз неге қатысады ғой андай. Қалай еді? Скачки? Жоқ, анау ненің бұқаның үстіне мініп. Сондай қатысама? Белла Хадид сол. Ужас. Бұқаның үстіне мініп төбелеседі ғой бір-бірімен. Білмеймін, мен мағынасын түсінбеймін. Тап сондай кринж деп ойлап мен. Иә, ол кринж. Жоқ, осы айтқаның жақсы болды, негізі барлығы бір батыстық өмір салтына еліктеу ғой. Иә. Жаңағы сөйтіп мынандай кішкентай ит ұстап жүру дегенше. Сол статусқа, батыстық өмір салтына еліктеу. Енді ол зат дейтін қазақтарда андай табиғи түрде пайда болған жоқ та. Ол сондай бір идеялар ше. Ойлап тұр ғой олар, менде бір какой-то типа оригинальный желание деп ше. Сөйтіп жаңағы ит асырау емес, жаңағы сатып алуды. Сөйтіп ойлайды да. Негізі ол сендердің жаңа бастарыңа, осы қазақтарға искусственный түрде келген желаниелер ғой негізі. Қайтадан пропаганда, капитализм, ит сату. Иә. Сол капитализммен келген. Біз жаңа Қазақстан тәуелсіздік алған кезде сразу уже кеш капитализмге кірдік та. Бізде бұрын социалистік жүйе болды да, кеңес уақытында. И сосын біз капитализмнің жаңағы бір қалай өсуінде болған жоқпыз да. Ерте капитализмде болған жоқпыз. Ол кезде тек айтылатын нәрсе, мысалы 100 адам бар, 100 адамға үй керек болса 100 үй саламыз деген бір капитализмнің кезеңі болды, өте қысқа. Содан кейін уже ол зат алысқа бармайтынын түсінді да бір экономистер. Абстрактный экономистер түсініп, басқа капиталистік системаны құрды, иә. И біз Қазақстан болып, бүкіл Қазақстан болып, сол кеш капитализмге кіріп кеттік сразу. Содан келген нәрселердің барлығы, ол жаңа батыстың өмір салтының жаңағы уже бір қалай идеал ретінде жаңа көрсетілуі. Таңертең кофе ішу, күшті завтракать ету, сосын итпен гулять, йогаға бару дейсің. Жоқ, йоганы қозғамас. 80 өткенге йогаға бару дейсің. 2,5 айға ол, 2,5. Сосын андай расистік көзқарас, мысалы, мына бриттен қалай болады құрсын? Порода. Мына породадан лучше, мына порода қымбатырақ, королевская порода, или там простой ит деген, ол онша емес, қарапайым слишком біз үшін. Мен баймын, мен бай болмасам да бай болуға тырысып жүрмін, мен значит қымбат итті алу керекпін, деген сияқты заттар. Барлығы статусқа әкеліп тірейді. Сосын саған былай сатады, заттың бәрін сатады. Осындай шлейка, осындай курточка, осындай кішкентай иттерге келген әртүрлі, каждый день неделе сен әртүрлі киім кигізесің, сосын еще корм сатып аласың, еще сосын тағы. Енді корм сатып алу енді тамақ беру керек қой. Бірақ корм туралы да енді бұл бөлек әңгіме негізі. Қаншалықты кормдар ужас қазір. Құрамы жағынан. Тоже капиталистік проблема. Соның иттің даже пэтс болғаны да сондай. Пэтс дейді қалай? Менің үй жануар емес даже ол. Аксессуарчик па? Аксессуарчик, питомец. Питомец. Ол менің эгомды былай жалғастырады да. Мен өзім қандай өзімді көремін, мен өзім модныймын ба, менің итім
бежевый жоқ мен прям айтқым келетін нәрсе ше, бірақ мен бүкіл барған жерімде осыны айтатын сияқтымын. Вообще андай қазақтарда дегенде бір көшпенді бізде салт болған жоқ па осы 100 жыл бұрын ше. Біз енді оны қалай андай коллективті бір кодымыз ба, гендік кодымыз ба жазылған шығар, ол бар ғой енді бізде бір жаңа даланы қалап тұру деген сияқты нәрселер ше. Біз бұрын сол жаңа көшпенді халықтар, тек қана қазақтарды айтып тұрған жоқпын, вообще жалпы көшпенді халықтар ұйым болып өмір сүрген ғой, жаңа ауыл болып ше. И ол жақта мана айтып кеттік те, что көмектесу ол бір көмектесу сияқты емес, міндет сияқты уже сіңген бойға. Сен уже оны көмектесем деп ойламайсың да, сен уже адамдармен өмір сүргеннен кейін адамның күні адаммен деген даже мне кажется сөздер бар сондай. Мен басында жаман қалыптасқан адамның күні адаммен деген. Сен мысалы біреуге бір жаңа ала жібін аттап кетіп алысқа бармайсың деген сияқты әңгімелер барлығы бір сондай ұйымдық сообщество құрастыру бар ғой. Топ болып өмір сүру, жаңағы топ болып қамқорлық жасау, даже қазір мысалы мамалардың проблемасы ше, аналардың қазір современный заманауи ата-ана болу, сен балаңмен өзің жалғыз қаласың да. Мысалы мен сіңілім күйеуі жұмыс жасайды, өзі қалада тұрады, квартира жалдап та, әке шешесі көмектесетін тума-туыстары ауылда деген сияқты да. И ол жалғыз өзі баламен қалады да. И бала тек қана бір соның жауапкершілігі сияқты болып қалып қояды. Көшпенді халықтарда ауыл болып өмір сүрген кезде бала сенің бүкіл ауылдың көз алдында өседі да. Сен мамаңа бір тіреліп қалған жоқсың. Жауапкершілік барлығына бірдей қалай андай распределена. Бөлініп қойған да. Бәріне таратылған. Сен мынау кімнің баласы екенін білесің. Оған бірдеңе болып жатса, көтіп бара тұрып, мысалы, ол қақалып жатса, көмектесіп жібересің деген сияқты да. Дұрыс, осындай комьюнитидің ішінде иттермен де сондай болу керек. Сол комьюнити. Біз қалаға көшкелі, вообще қазақстандықтар енді отырықшылыққа насилие келді ғой. Біз дейтін өзіміз қалап келген жоқпыз да, бізге ол затты сіңдірді кеңес уақытында. Содан кейін қалаға көшу басталды. Себебі енді қалада жұмыс, барлығы выживать ету керек деген сияқты. И қалада индивидуалистік, еще вообще капитализмнің келуімен индивидуалистік бір ой жүйесі уже бізге андай норма сияқты болып қалып қойды. Қалада біз даже көршілерімізді танымаймыз ғой, амандаспаймыз да. И батыс келіп, енді бізге жаңа МПОшкалар келіп, сообщество құрайық деген сияқты қылып, бір идея әкелген сияқты қылып айтады да. Өздері бір таратқан проблеманы, индивидуалистік көзқарастан шыққан проблема, жалғыздық, жауапкершіліктің жоқтығы, адамдар бір-бірін менсінбеуі деген нәрселер капиталистік ой жүйесінің проблемалары да. Енді соны қалай шешейік десе, МПОлар, жаңа феминистік организациялардың несі қалай предложение, ұсынысы сондай да, комьюнити болып өмір сүру керекпіз, комьюнити құру керекпіз деген сияқты. Ол и так бізде бар нәрсе да, просто біз соны қайтаруымыз керек сияқты да, бүкіл жағынан. Жаңа жануарлар болсын, балалар болсын, вообще бүкіл жағынан. Мысалы, құлсарының жаңағы сіз айтып өткен мысалда, адамдар бір-бірімен бір проблема тұрған кезде бір-бірімен жиналып жаңағы организация етуі өте оңай жүреді. Енді бір проблема бар, оны шешу керек. Адамдар өзіне керек затты білет, проблеманы қалай шешу керек екенін да білет. Даже Оралда, кажется, не бар, бір кейс болды, что отловқа иттерді алып кетіп, или атып кете ма, сондай болған кезде оралдық адамдар өздері жиналып, прям маршировали же қалада. Өздері қарап жүрді. Itтердің бәріне қарап жүрді. Қалай сосын сен өліп кетпей не істейсің? Өліп кетпесін, ешкім өлтіріп кетпесін деп соны мысалы өздері жаңағы тәртіппен организация етіп, бір-біріне жаңа режим қойып, сен 2 сағат жүресің, мен 2 сағат жүрем деген сияқты. Оның барлығы сол и так бізде бар нәрсе да. Сосын сен келіп алып, қалай қазақтар жануарларға жанашыр емес деген нәрсені айтасың. Ол жанашырлық, ол
бойға сіңген нәрсе. Просто бізде жат нәрсе ол капиталистік система просто ше, и индивидуалистік өмір салты, мына лайфстайл вообще. И сонымен келген проблемалардың барлығы жаңа бір какой-то асыл тұқымды жануарларды өсіру. Сен ояқа капитализм ол жаңа жануарларды сатқан кезде ояқа бір символды қояды да. Сол мысалы итті сатып алсаң, сен крутой боласың деген сияқты. Крутой болмайсың сен одан. Қазіргі не бар ғой енді, тазылар, төбеттер, тазы төбет obsession. Қазақта вот төбет тазы деген киносы. О, құдай. Тазы деген бе? Осы нәрсеге қосатын. Қандай үлкен жаңалық болып кетті еще. Ана международный фестивальда тазыларды приняли, тазыларды қайтадан өмірге әкелу керек. Honestly, I don't know. Я еще Тоқаев кімге, Димаш Құдайбергеновке тазы сыйлады. О, қырс. Сол иттердің бұрын ондай емес сияқты, жақында шығып кетті ма? Жақында шығып кетті, иә. Тазы мен obsession какой-то. Да. Сенде тазы ма? Себебі мен сатып алдым. Қанша қалдым? Жоқ, просто айтып өтейік, просто адамдар ойлап қалмасын. Біздер сатып алуға қарсымыз. Мен итті сатып алған жоқпын. Адам иттерді осындай жағдай болған соң біздер мәжбүр болып тұрмыз иттерді бір адамға бір үйге апарып қоюға. Бірақ негізі жаңа Ақторған айтып отырғандай, негізі қоғам басқаша болу керек. Негізі ит деген жай ауылдың иті болу керек. Иттің өмірге құқығы адамның өмірге құқығы сияқты қорғалу керек. Көше иттерінің барлығы үйде болмау керек. Мысалы Оралда көше иттері білмеймін қазір өзгерді ма, бірақ бір кездері өте жақсы өмір сүріп жүрген. Негізі сол белсенділердің арқасы. Белсенділердің арқасында. Мысықта итте негізі сөйтіп өмір сүру керек. Далада кәдімгі адам құсап, лучшую свою жануар жизнь құсап, өмір сүру керек. Бірақ өкінішке орай, бірақ айтып жатқан жоқпыз біз жүре берсін далада деп. Қазіргі жағдай, біздің даладағы жағдай ужасный. Отлов бар біріншіден, екіншіден неше түрлі, білмеймін, біздің инфраструктура қаладағы сәйкес келмейді жануарларға өмір сүруге нормально. Сол себепті өкінішке орай біз жануарларға көмектесу керекпіз. Сол себепті даладан алып үйге, егер қатты ит алаларың келіп баратса, даладан алып сатып алмаңдар. Бізде группа поддержки бар. Айтпақшы, бізде группа поддержки біз екі тілде жүргізіп жатырмыз. Ол группа поддержки именно болашақта итті, немесе мысықты да жалпы, бірақ көбінесе ит туралы сөйлесеміз енді. Итті асырап алғысы келетін, уақытша болса да, ұзаққа тұрақты түрде болса да асырап алғысы келетін адамдарға арналған группа поддержки. Қазір біз орыс тілінде уже жүргізіп жатырмыз. 10 шақты адам бар сияқты соның ішінде. Бір кездесу уже өтіп кетті, енді тағы 3 кездесу бар деген сияқты. Орысшасына да қосылсаңыздар болады, бірақ мен айтқым келетіні қазақшасына қосылыңыздар. Өзім жүргіземін. Қазақша группада қазір тек бір адам бар. Сондықтан да біз егерде тағы да адамдар қосылса қуанышты боламыз. Еще ол группа поддержкаге қосылу үшін жаңа ақша төлеп кірмей ма? Да? Ол ақша біздің подкастқа кетеді, Так что барыңдар бәрі. Біздің болжығымыз тыңдағыңыз келсе. Жоқ, сосын деген жағдай бар адамдар жай ақшасын беріп, уақыт болмаса тек басқа адамдар үшін төлеуге болады. Орнына төлеп бере алады. Сосын вообще қазір тағы бір зат айтқым келгені, сенің айтып отырған заттарың туралы. Этноромантика. Жоқ, этноромантика ол бөлек. Тазыларға қатысты айтқым келген. Тазыларға қатысты этноромантика бар, дұрыс. Сосын екіншісі қазіргі шелтерлардың жабылып қалып жатырғаны, жабылуға жақын жатырғаны. Евгенияның шелтері. Бірақ кеше ғана жаңалық шықты. Қандай? Үкіметпен сөйлескен, олар сол шелтерді тартыламайтын болды, бірақ ығыстырсын деп айтып жатыр. Мен түсінгенімше ол шу болмас үшін иттерден адамдарға мешать етпес үшін кішкене ығыстыру керек дейді. Соған енді ақша жинап жатыр, айтпақшы тағы да.
оларға өте Евгения көп туралы айтып кету керек. Мен де бірақ осыны айту керек. кім жақсырақ біледі? Менің білуімше Евгения деген әйел жер сатып алған. Сосын ол жерде үй қалай жануарлар үшін үй жасаған. Иә. Ол жақта 720 жануар бар, мысық, ит бар. Ойлаңыздар, 720. Олар өздерінің прям 2 гектар жерде, 2 гектар жерде күшті өмірлерін сүріп жатқан сияқты. Зоохоум емес па? Иә. Иә, білемін мен. Барған шығарсың сен де. Мен барған жоқпын ол жерге, бірақ көрдім. Ол жақта андай кішкентай микро озералары бар, жануарлар прям жүгіріп жүреді. Андай тор жоқ еще ол жақта. Иттер тордың ішінде отырмайды. Күшті шелтер болғанда ол жер. Енді ойлаңызшы, өзің сатып алған жерін сотпен тартып алайын деп жатыр. Вообще не ол? Жер жоқ па? Толып жатқан Қазақстан 9-шы орында тұрған жоқ па жер бойынша? Басқа жер құрып қалды ма сол 2 гектардан басқа? Вообще түсінбедім ше. Вообще ол зат неге сот басталғанын мен түсінбедім, түсінгім де келмейді, потому что олай болу керек емес. Керек емес вообще. Ол тек ол приют туралы емес, еще негізі басқа да дос деген приюттың жері туралы да қазір мәселе көтеріліп жатыр дейді. Мен доста болдым. Мен де болдым доста. Сол себепті осы біз белсенді болып айқай шығардық қой бәріміз. Тредста да, Инстаграмда да, соның арқасында деп ойлаймын. Шоламасын деп, тартып алмаймыз деп айтып жатыр дейді. Бірақ біз басылып қалмау керекпіз. Ана дос деген приюттың да мәселесі әлі ушығып тұр деп естіп жатырмын. Сондықтан да осы белсенділіктің маңызы сода. Қазір мысалы біз ушу шығару арқылы солай біз қайтарып жатырмыз жерлерді. Негізі былай сол приюттардың да бар болғаны қоғамның осындай болғанының кесірі. Себебі иттер үшін, жануарлар үшін, мысықтар үшін көшелер қауіпсіз болғанда бізге олай ақша жинап, шулап, жер сатып алып керек болмас еді. Бәріміздің де негізі жауапкершілігіміз сол жануарлар. Бірақ осындай жағдай осындай болғанның кесірінен олар сондай жерлерде жатыр. Жалпы біреулер айтып жатады, тағы да приют салу керек, біз көбірек приют салайық, соған ақша жинайық деп. Сол туралы не ойлайсыңдар? Ол проблеманы шешпейді. Иә. Біздер бұрынғы серияда да айтып өткен едік. Адамдардың бәрі үйрену керек жануарлармен қарым-қатынас бірге өмір сүруге, бір қоғамның ішінде өмір сүруге. Вообще жануар жемеуден бастаңызшы. Жануар жемеуден бастаңдар. Сосын бәрі өз орнына түседі сол кезде. Сен улап атқан, сен миыңды улап атқан, сол жаңағы өлімтік жеуің. Бәрін мен де бұл да дезинформация болуы мүмкін бе, бірақ уверенамын, серьезно. Анау даже не бар ғой, қалай типа мифтер, еркектер андай қызыл ет жейді, сол үшін оларда андай күш көп, әйелдер андай салат, осы теманы көбірек айту керек. Потому что мынандай рекламаны көріп жүрмін. Қандай? Мен үшін реклама емес, мен басқа просто өмірімде бар еркек адамдардың таргеттарынан көрем. Инстаграмда былай айтады: жылқы айдаңдар, еркек ретінде потом андай, короче, импотенция болмайсың ба? Құрсын. Импотенция болмайсың. Жылқы айдау керек. Даже сондай, ол уже пропаганда, ол прямо ап-анық пропаганда. Қаланың бәрі пропаганда екенін былай білетін болсақ, мынау кәдімгі таргет сондай басталып отырған. Белсенділікпен айналысу өте маңызды. Дауыстарымызды қаттырақ шығарып айта беруіміз керек. Себебі біздің ең басты құралымыз шу шығара алуымыз болып тұр тек қана қазіргі жағдайда Қазақстанда. Сондықтан тоқтамаңыздар. Екіншіден, ит мысық сатып алмаңдар. Приюттар толып жатыр. Даладан алыңдар. Ең құрғанда. Соны мысалы емдеп, вакцинасын қойып, күшті болып алатын болсаң, сол баға шығады примерно. Прям сатып алынған сияқты болады. Тоже флекс негізі. Соны айтам. Сатып алынған сияқты болады, реально. Статус деген зат фигня. Ол саған бәрібір өзіңнің жаңа ішіңдегі пустотаны толықтыруға көмектеспейді
ешқандай айфон тазы сатып алуың жаңағы бір Тазы. неміс сатып алуың неміс ит сатып алуың ешқалай көмектеспейді. Сондықтан үшінші, сосын приюттар тек қана уақытша шешім. Біз оған қарағанда қоғам болып жануарларға жауапкершілікпен қарауды больше пропагандируем здесь. Жануарларға қоғам болып бірге өмір сүре алуымыз керек. Қала ортасы, ауылдық орта жануарларға да адамдарға да өмір сүруге ыңғайлы болу керек. Приюттар салып, ақша жинап, топ болып, оларды біреудің қолынан құтқару болмас үшін, сондай жағдайлар болмас үшін біз өзімізді дайындауымыз керек. Қала ортасы қалай болу керек? Адамдарға қауіпсіз, жануарларға қауіпсіз, сондай орта құрастыруға жол жасауымыз керек. Сол 3 пойнт, сосын бітіреміз. Қарағандарыңызға рахмет. Лүпілдетіп тұрыңыздар. Бүгін біздер Light Hub студиясында жаздық. Біздің жаңа партнеріміз студияның істейтін шаруалары туралы осы выпусктың описаниясынан көрулеріңізге болады.